Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл дүниеде Әбу Тәліптен артық жақсы көрген адам болмаған шығар. Әбу Тәліп пайғамбарымызға әке орнына әке, ана орнына ана болып Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды тәрбиелеп өсірді, қамқорлық көрсетті және өмірін соңына дейін қорғап өтті. Әбу Тәліптің пайғамбарымыз бен сахабалардың жүрегінде орны ерекше еді. Жылдар өткен соң Мекке алынған күні Әбу Бәкірдің, Алла ол кісіден разы болсын, әкесі исламды қабылдағанда Әбу Бәкір көзіне жас алып: "Уа Алланың елшісі, бүгін исламды қабылдаған адам менің әкем емес, сіздің көкеңіз Әбу Тәліп болғанда ғой" деген. Алайда Әбу Тәліп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қанша қалағанымен исламды қабылдамады. Бұнда да Алланың даналығы бар. Бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам шынайы елшілігін көрсетеді. Өйткені ол өзіне ең жақын адамды мұсылман етуді жан-тәнімен қалағанмен, бірақ тура жолды беру тек Аллаға тән. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек жеткізуші еді, ал жүректері тура жолға салушы жалғыз Алла ғана.